Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге ең дәмді шақ пловтың рецептімен бөлісемін. Және келіп жеткен айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Міндетті түрде осы асты жасап көріңіздер. Ең алдымен қызып тұрған майымызға өзіңізге ыңғайлы етіп етіңізді турап алып қосамыз. Міндетті түрде май қатты қызып тұрған болуы керек. Жақсылап тұрып шамамен бір 5-10 минуттай араластырыңыздар. Ет толықтай майға жақсылап тұрып қуырылуы керек. Барлығын толық араластырып болғаннан кейін өте майда етіп туралған пиязымызды қосамыз. Негізі пловтың пиязы көп болған сайын дәмдірек болып шығады. Сондықтан пиязды молдау қосыңыздар. Қақпағын жауып, пияздың толықтай суы шыққанша осы отта жақсылап тұрып қуыратын боламыз, яғни жай отта. Барлығы толыққанды жақсылап араласып, пиязымыз сарғая бастаған кезде оттың астын сәл баяу отқа қойып, морковымызды, яғни сәбізімізді қосатын боламыз. Жай отта барлығын сәл 10-15 минуттай қуырып алыңыздар. Қақпағын жауып қойып, қуыруды ұмытпаңыздар. Біздің сәбізіміз жақсылап қуырылып болғаннан кейін, осы кезде дәміне қарай тұз, куркума және де зира қосуға болады. Куркума бұл түсін өзгертеді, сарғайтып, және зира өте дәмін күшті қылып береді. Егер сіздерде бұл болмаған жағдайда жай ғана тұзбен қосып дайындауға болады. Бірақ үйіңізде болса міндетті түрде қосыңыздар. Тағы да жақсылап тұрып араластырып, қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Орташа отта 10-15 минут жақсылап тұрып қайнатыңыздар. Қайнағаннан соң 7 рет жуылған күрішімізді қосамыз. Міндетті түрде күріштің суы арығанша тағы жақсылап тұрып жуып қосамыз. Біздің пловымызды қосатын кезде су міндетті түрде қайнап тұру керек. Барлығын жақсылап тұрып араластырып, ешқандай қақпағын жаппай, оттың астын қатты отқа қойып, суымыз тартылғанша біраз ұстайтын боламыз. Осы кезде оттың астын қаттырақ қойыңыздар, қыздар. Және бақылап отырыңыздар. Су өже тартылып бастаған кезде оттың астын пәсейтеміз. Мінекей қараңыздар, су өже тартылды. Осы кезде оттың астын сәл пәсейтіп, тағы бір 5 минут ұстасаңыздар жеткілікті. Біздің күрішіміз толық, яғни күріш толық піспеу керек, жартылай шикі болуы керек. Ал енді осындай кез келген қазандарыңызды дайындаймыз. Менде осындай орташа қазан, үйіңізде қандай қазан болса да ол бола береді, яғни өзіңіздің отбасыңыздың санына байланысты жасайсыздар. Қазанда міндетті түрде сұйық маймен майлайсыздар, және осындай лавашты пайдаланатын боламыз. Лавашты өз қалауыңызша 4 бұрышты 3 бұрышты қылып кесіп алыңыз, және де қазанның қақпағымен сәйкес келетін қылып домалақтап кесуді де ұмытпаңыз. Бұл жерде менің қолданып жатқан лавашым сәл бір 2-3 күн холодильникте тұрып қалды. Негізі свежий лаваш болса, бұдан да керемет болып шығады. Бірақ бұл лавашпен де әдемі шықты. Ең бірінші қазанның түбіне бір лавашымызды қоямыз. Одан кейін барып жағалай қойып шығатын боласыздар. Барлық шеті толықтай лавашпен қойылып болғаннан кейін лавашымызды міндетті түрде сұйық маймен майлап шығамыз. Яғни біздің күрішіміз лавашқа жабысып қалмауы керек. Шикілеу піскен күрішімізді жақсылап араластырып, лавашымыздың үстіне толыққанды салатын боламыз. Салу барысында қатты нығыз қылып салсаңыздар, өз формасын өте керемет ұстап тұратын болады және биік болып тұрады. Міндетті түрде салып жатқан кезде осылай жақсылап тұрып видеодағыдай басыңыздар, қыздар. Барлығын толық салып болғаннан кейін де тағы да үстіне нығыздап басып қойыңыздар. Ол ешнәрсе қылмайды, күріш езіліп кетпейді. Ешқандай су ешнәрсе құймайсыздар. Лавашты жауып, жаңағы біздің арнайы дайындап қойған домалақ лавашымызды да үстінен қойып, қақпағын жауып, қызып тұрған 180-200 градуста шамамен 20-25 минуттай толық ұстасаңыздар жеткілікті. Қыздар, домалақ қылып дайындап қойған лавашымызды да сұйық маймен майлауды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде қыздар, қызып тұрған пешке саламыз. 200 градусқа қойсаңыздар 20-25 минутта толықтай пісіп шығатын болады. Қазіргі кезде маклюве хит болып жатыр ғой, сол сияқты бұл тағамды да хит қылып жіберейік. Осылай қасықпен жақсылап тұрып ұрғылап сүріп алсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады, қыздар. Мен бірінші рет жасап тұрмын және отбасыма да қатты ұнады. Және ешқандай қамырды жайып отырудың қажеті жоқ, лавашпен де өте дәмдірек болып шығады. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Өте қарапайым, жасалу жолы өте оңай. Сондықтан отбасыларыңызға жасап
беріп қуантып қойыңыздар. Негізі жұмыртқамен де әсемдесеңіздер өте әдемі болып және өте дәмді болып шығады. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы каналдың дамуына үлес қосып, міндетті түрде төмендегі подписаться батырмасын басып, каналыма жазылып, қолдап қоюды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.